Тамшы KZ ұсынады. Енді акрамакум индал атқаукум, сендердің Алланың алдында ең жақсыларың тақуа болу. Енді қараңыздар, хадиси шарифте айтты, егер сендерге біреу қыздарыңды сұрап келсе, оның дініне разы болсаңдар, мінезіне разы болсаңдар, үйлендіріңдер. Егер оны істемесеңдер, жер бетінде үлкен пасат болады деді. Қызды сұрап келген кезде қараңыздар, оның мазхабы, ақидасы, мінезіне. Көркем мінезді жігіт қызды бостан босқа ұрып соқпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі қызын неге Усманға берді? Усман радиаллаху анхуда ал-хаяят, одан періштелер ұялатын. Пайғамбар алейхиссаламның хадис бар ғой пайғамбарымның. Мен бөлушімін, Аллах тағала беруші дейді. Абу Бакырды сыддық деді. Сыддық шыншылдықта Абу Бакырдың сыддықтығына Омар да, Усман да, Али радиаллаху да жете алмайтын. Әлбетте пайғамбар бәрінен жоғары тұр. Омарды Фаруқ деді. Әділдікте оған Абу Бакырда, Усман да жете алмайтын Омардың әділдігіне. Усманды Зуннурайын, екі нұрдың егесі, Зулхая, ол ят егесі, оған Абу Бакырда, Омар да, Али да жете алмайды. Оған хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні отыр еді үйде, Айша анамыз жанында Абу Бакыр келді деді, кірсін деді. Сөйлесті, кетті. Омар келді, кірсін деді, сөйлесті, кетті. Усман келді дегенде орнынан тұрып киімдеріне алып туырлады. Кірді, сөйлесіп кеткеннен кейін Айша анамыз сұрады, я Расулулла, Абу Бакыр келді деді, сол өз қалпыңызда қабылдадыңыз. Омарды солай қабылдадыңыз. Усманды неге орныңыздан тұрып жағдайды, неге киімдеріңізді турладыңыз дегенде, ол әгер үйтпеген бол ұялып, өзіндегі нәрсені айта алмай қалар еді дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ятты жігітке қызыңды берсең, қызың сенің ең нәзік жерің, қызыңның бүкіл ятын жасырады. Нелерін. Енді ілімді жігіт қайсы қызға болсын, ол не лайықты? Аллаху субхану ва таала يرفع إليه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Иман келтіріп, ілім берілгендердің дәрежесін Аллах тағала көтереді. Енді теңдік жаңағы үйленген кезде жаңағы болу керек. Әйелді айтып атырық теңдесіне. Әгер әйел жоғары болса, Құдай сақтасын, еркекті не алады, ол қорлауы мүмкін да. Әйелден көрген қорлық жаман. Келін главврач болса, анауың размер не еді? Ол ананы қорлайды. Оны прокурорға беру керек, главврачты. Білесіздер ғой енді, жігіт үйленген кезде қызды несіне қызғады? 4 нәрсесіне, байлығына, сұлулығына, тегіне, тақуалығына. Тақуалығы. Ұлдарымды үйленген кезде тақуа қызды әперу керек. Еврейлер мансаптыға береді екен. Еврейлер өнері барға. Христиандар мансаптыға. Біз тақуалығына. Бір жігіт үйленіпті, қызға үйленген ғой бір. Света деген ме, Светлана деген қызға үйленіпті, бай екен, байлығына қызығып. Қай жерге барса айтады дейді, Светаның күйеуі келді, Светаның күйеуі кетті. Өзінің аты айтылудан тоқтап қалған ғой. Субханалла, мынаның көлеңкесі болып қалдым ғой, тауды көреді. Өзінің атын айтпайды, Светаның күйеуі келді, Светаның. Кейін құрысыншы, мен атым өшті ғой деп, оны талақ қылып, ажырасыпты. Сөйтсе адамдар айтады дейді, Светаның бірінші күйеуі келді, Светаның бірінші күйеуі кетті деп. Үйленген кезде, құрметті бауырларым, оны несіне қарау керек? Тақуалығына қарау керек. Кім біреуді байлығы үшін үйленсе, ол түбі кедей болады. Мансабы үшін үйленсе, ол қор болады. Сұлулығы үшін үйленсе, ол ақымақ болады. Енді 4-еуін жинаған әйелді үйленемесең, қатынсыз өтіп кетуі мүмкін. Ол мүмкін емес. Ол пайғамбар алейхиссаламның жұбайы Хадиша анамызда болды 4-еуі де. Сіз бірінші дініне қарайсыз. Діні бар ма, бай болса да ала беруге болады. Өйткені ол міндет қылмайды. Мына үй кімніңке, қара шаңырақ кімніңке, астында мініп жүрген көлік кімніңке демейді. Өйткені оның мақсаты күйеуінің разышылығын табу, күйеуінің жүрегін ауыртатын сөз айтпайды.
өзі иманды болып, мансапты адамның қызы болса да алуға болады. Ол да айтпайды. Сенің әкелеріңмен, әке шешеңмен мен әке шешем тең емес, олар бірге отыра алмайды. Сенің әке шешеңнің өрісі тар, менікі жоғары деген сөзді айтпайды. Өзі иманды болып, сұлу болса да алуға болады. Айтпайды. Красавица едім, сен сияқты неге бір торымызға тиген сөз айтпайды да. Оның жүрегіндегі мақсат күйеуінің разышылығын табу ғой. Бірінші тақуалығы болса, ол қалған нәрсесі не бола береді. Үйленуден алдын мынау хитба дейді. Хитба деген не ол? Құда түсіп қою. Бұл жақсы нәрсе. Хитба деген жігіт әйелге қызға өз үйленетін несін білдіреді. Бұл үйлену емес, бірақ адамдар жібереді. Бізде негізі өзі барғанда не? Бұл хитба ерлі зайыптың арасындағы болған нәрсе, бірақ ол үйлену емес. Екеуі бірге қалып болмайды. Бұл енді бір-бірін тану үшін, білу үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, біреудің құда түскен қызға екінші біреу барып не қылмасын, құда түспесін. Рұқсат бергеннен кейін, немесе не? Ол жаңағы үйленбейтін білгенінен кейін бару керек. Осында нәрсе, біреудің құда түскен қызына барып, екінші құда түссе, осы жерде ұрыс жанжал болады да. Ұрыс жанжал болады. Қызды несін сұрап келсе, өтірік айтпау керек. Жақсы қыз болса, жақсы деуің керек. Жаңағы бір жігітке келіпті. Екінші жігітке ғой, сенің көршіңнің қызы бар екен, сол жөнінде не дейсің дейді. Исламда біреу насихат сұраса, насихат айту керек, мұсылман ақысы. Бірақ ана көршінің қызын өзі жақсы көреді екен да. Мақтайын десе, алып кетейін деп тұр. Субханалла. Мақтамайын десе, Құдайдан қорқып тұр. Анау жігіт ақылды екен. Сөз жоқ депті, қыз керемет депті. Мықты қыз депті. Бірақ мен бірде көрдім депті. Бір еркектің құшағында тұрғаны. Анау еркек оны сүйеді, анау еркелейді, ол сүйеді, еркелейді депті. Аузыбилля, не деп тұрсың деген ғой. Кет қат. Кете салман, бір апта жеткізбей үйленіп апты. Анау кепті, оңбаған. Сен өтіріксің ба? Жоқ. Сен өткенде ана қызды айттың ғой, бір еркектің құшағында тұрды, ол сүйеді, еркелейді. Сен соған үйлендің ба? Үйлендім. Сен жақсы дедің. Сен сұрамадың ғой қандай еркек деп. Ол әкесі еді деп. Ол бірге кішкентай келді. Ол 5 жасты еді ол кезде. Ана келіп мойнынан құшақтайды, ол бетінен сүйді, ол еркелейді. Мен еркек дедім, сен сұрамадың, қайсы еркек деп. Қандай еркек деп сұрадың, айтар едім. Енді кешіресің, ол мен енді әйелім. Оның басы бос емес деп. Бұл да ақылдылықта өтірік айтқан жоқ, арабаны да сындырған жоқ, өгізді да неған жоқ, өлтірген жоқ. Енді әлі хатип, ол қарайса болады мақтубасына, Аллах Тағала халалған нәрсе. Абу Ханифада жүзіне, 2 қолына, аяғына қарауға болады. Малики мен неде, Шафииде жүзі менен 2 қолы деген, Хамбалиде мойнына да қараса болады деген. Сілей кетіп қалады олар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, неде? Қара деді, оған деді, екеуіңнің деді, жаңағы қарауың ұзақ, тұрмыста ұзақ болуыңа не болады деді. Енді бұл истихсан менен, истихсан деген үкім осы. Ал шариғатта айтады, Құран кәрімалықта, момын еркектерге айт, бөгде әйелдерден көзін тоссын дейді. Бұл бөгде болса да қарауға енді шариғат ұрсат беріп жатыр. Бұл истихсан. Сен үйлену үшін оған не қылып жатсың? Қарап жатсың. Бірақ нәпсіге беріліп үйленеді екен деп, көшеде қыздың бәріне қарап жүру деген сөз емес. Құда түскен қызыңа ғана жаңағы. Ол кезде жақсы бәрі неменен жүрген. Ал қыз енді қарап алады. Жігіт деген ашық жүреді ғой, қай жерде болсын. Оған не қарайды? Тұрып, даусында естіп қойған жақсы. Өзі сұлу болғанмен даусынан қорқып кетсең, оған да не қылып қойған? Жақсы сөйлесіп. Екеуі жеке қалып болмайды. 3 мәрте кездесіп үйленіп кетсін деген жер жоқ еді. Ол
бір қарағаннан кейін, көргеннен кейін білесіз ғой, сөйлейсің, телефонмен да сөйлесе беріп болмайды ол. Иә? Енді арабтарда мысырлықтар 1 жыл жүреді. Енді ондай созуына керек жоқ шығар олар. Баяғы студентпіз бір Шела деген апамыз бар еді, тұрмысқа шығам деді. Ойбай, жездеміз қонақ қылатын болды, Искандерияға бардық, жездеміздер оқыған адам екен. Енді көршінің қыздары ғой, арабтардың көп араласқанбыз да. Сонымен анау студент, біз студентпіз, анау жездеміз 1 апта қонақ қылды бізді. Сонымен Шела апам айтты, оған тимеймін деді. Оның шахсияты тура келмейді екен деді. Ойбай апа, ят болды, онан 1 апта ол кісі бізді қонақ қылды. Сөйтіп, екінші біреуіне, соларда бір жаңағы не бар жаңағы, қарайды, сөйлеседі, сұрақтарын қойып келеді, оның отбасы кім, айнасын, араласқан адамдары кім, солар еғылады, тұрмысқа шығады. Қазақта айтады, көріп алсаң, көріктісін ал, көрмей алсаң, тектісін ал дейді.